Ол кімге ұнамайды? Ең біріншіден жеп үйренген, ұрлап үйренген, сол кландармен сол министрліктерде, комитеттерде өзінің адамдарын отырысып қойған. Тендерлерді өздері шешеді, сатып алуды өз шешеді, рұқсат беруді өз шешеді. Және кейбіреуі министрлерге де бағынбайды. Түсінесіздер ме? Сондай да болады. Ойлап жатсыздар ма, министр барлығын өзінің саласын бәрін басқарып отыр. Кейбір салаларда кәдімгідей кландар отырып алған. Ол кландардың қолында қаржы да бар, ықпал да бар, рұқсат беру де бар. Ол кландар, қажет десеңіз, кейбір кландар қазіргі біздің саяси жүйеге де тәуелді емес. Олар кландарды кезінде ескі Қазақстанның жаңағы сол өкілдер қалдырып кеткен. Сол кландар соларға жұмыс жасап отыр. Міне солар оянып кетуі мүмкін. Сондықтан да кез келген уақытта біз сақ болуымыз керекпіз. Түсінікті ғой?